Ал Шапағат оқи ғой. Ұлы түрік қағанатының Оқи бер. Ұлы түрік қағанатының ешбір жау әскері күшімен жеңе алмаған тарихта жазылған. Тамаша. Баста. Руна жазуындағы ең үлкен ескерткіштер мен Орхан мен Есеней өзендерінің алқабында таралған. Баста. Нұрсұлтанның мордатысын оқимыз. Ғалымның ең алдымен бастаған сөздері түрік және тәңір және түрік деген сөздер екен. Тамаша. Алтынай өзіңнің құраған мордатысын оқи ғой. Түрік қағанаты екіге бөлініп, бірі шығыс түрік қағанаты, ал екіншісі батыс түрік қағанаты деп аталып кетті. Тамаша. Шапағат бастай ғой. Ал ежелгі түркілер үшін мұндай уақыт 545 жылы болды. Тамаша, өте жақсы. Алма, өзіңнің құрастырған мордатысыңды оқи ғой. Алайда руна жазуының құпиясы көпке дейін ашылмай-ақ қойды. Тамаша, өте жақсы.